ешқашан берілме. Егер сен берілетін болсаң, әлемнің бір бөлігі құлап қалмайды. Сәйкесінше, жер шары екіге бөлініп кетпейді және де аспандағы жұлдыздар ағып түспейді. Егер сен осы жеңіс жолында берілетін болсаң, өмірде былай жатқан кезде еш нәрсе өзгермейді, соны түсініп тұрсың ба? Өмір сол баяғы ретімен жылжи береді. Тек қана әлемге бір әлсіздің пайда болғаны белгілі болады. Мына сөздерді есіңнен шығарма. Жалпы әлемде жетістікке жеткен адамдардың ғана аталады. Ал мына жеңіс жолында жарты жолдан қайтып кеткен адамдарды ешкім білмейді. Барлығымыз Стив Джобсты білеміз, бірақ оның достарының, жалпы сонымен бірге бастаған адамдардың жарты жолдан қайтып кеткенін, Билл Гейтстің, Уоррен Баффеттің қаншама замандастарының жарты жолдан қайтып кеткендері қаншама, иә? Солардың аттарын сіз білесіз ба, мысалы? Мен білмеймін, яғни сіз де білмейсіз. Неге? Себебі жеңіліске, яғни шыдамаған, жеңісті үнемі мақсат етіп бір жеңіліске сынып қалған адамдарды бұл әлемде жалпы ешкім есіне алмайды. Керісінше, жеңілісті сабақ ретінде қабылдап, жеңіске одан сайын бір қадам шегінсе, екі қадам алға жүретін, үнемі болашағына инвестиция жасайтын, өзінің біліміне инвестиция құятын, өз өмірін өзгерткісі келетін адамдарды мана өмір, Құдай бәрінен үстем етіп жетістікті нәсіп етеді. Сәйкесінше олар жетістікке жетеді және де адамдардың аңызына айналатын болады.